How are you? Open your book, page 89. A good night's sleep. The second part of the lesson. And the language works 1. Grammar should, modal verbs should and must. Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз A Good Night Sleep'тің екінші жалғасын оқитын боламыз. Бүгінгі берілген мәтін кешегі мәтіннің жалғасы болып табылады. Соны осында аударып қойдым. Түнде жақсы ұйықтау үшін сен ұйықтар алдында теледидар қарамауың қажет. Интернетте немесе компьютер ойындарын ойнамауың қажет. Ұйықтау үшін сенің денең бос болу қажет. Бұнда бүгін біз өтетініміз қажет деген модальдық етістіктерді өтеміз. Сол себепте бұл жерде осы модальдық етістік қолданып тұр. Should деген. Егер қарның ашса, жеңіл тамақтанып ал, сен көп тамақ жемеуің қажет. Ол сенің ұйқыңа кері әсерін береді. Ешқандай сусын ішпеуің қажет, әсіресе кофеині бар немесе қанты бар. Ішпеуің қажет дегенде жаңағы should not. Енді language focus 1, should немесе must. Бұл жерде берілген етістік бізде модальдық етістік should дегеніміз қажет. Ақыл, кеңес, идея болған кезде should-ті қолданасың. Ал егер сен міндеттісің деп тұрса, біз бір нәрсе істеуге міндетті боламыз ғой. Мысалы, үй жұмысына, ата-анамызға көмектесуге міндетті болған кезде біз must-ты қолданамыз. Бізде басқа вариант болмаған кезде must-ты қолданамыз. Ал should-та басқа вариант бар болса, біз should-ты қолданамыз. Бірінші тапсырмада you should, must. You must get enough sleep. Бұл жерде айтып тұр бізге, сен жақсы ұйықтауға міндеттісің деп тұр. Мына жерде бұл мәтіннен алынып тұрған сөздер. Екінші, you should get between 8 and 9 hours of sleep each night. Сен 8 немесе 9 сағат ұйықтауың қажет дейді. Бұл идея беріп айтып тұр. Әр түні, түн сайын сен 8 немесе 9 сағат ұйықтауың қажет деп тұр. Міндеттісің деп тұрған жоқ, ұйықтауың қажет, ұйықтамасан да болады деген секілді. Ақыл кеңес ретінде айтып тұр. Үшінші, you should not watch TV before you go to bed. Ұйықтайтын кезде сен теледидар көрмеуің қажет дейді. Ақыл кеңес ретінде айтып тұр. Көрме деп, міндетті must деп тұрған жоқ, көрме деп. Бізге should not деп жұмсартып айтып тұр. Should деген жұмсақ, must деген ол қаттырақ біраз. Түсінікті ма? Should пен must-ты айыра алдық па, ажырата алдық па? Should дегеніміз жұмсағырақ, ақыл кеңес, ал must деген ол қатты. Бізде басқа вариант болмаған кезде. Бұлардың барлығы модальдық етістік деп аталады. Екінші тапсырмада орнына қоямыз, should қоямыз және де should not қоямыз. Жанына етістіктерді қосып қоятын боламыз. Біріншісі should get, екіншісі should spend. Аударатын болсам, how many hours of sleep should people get every week? Қанша адамдар дейді, әр апта сайын дейді, апта сайын адамдар қанша сағат ұйықтау қажет дейді, адамдар, жалпы адамдар дейді. Екінші сөйлем, teenagers should spend, деді мен, at least an hour a day doing something relaxing. Жас өспірімдер дейді, күніне кем дегенде 1 сағат дейді, өздерін демалатындай бір нәрсемен шұғылдану керек дейді. Үшінші, you should not go to bed late the night before an important exam. Маңызды емтихан болардың алдында сен түнде жай жатпауын қажет. Ақыл кеңес айтып тұр. Төртінші, what should say you to your parents to convince them what you need more sleep? Ата-анаңды көндіру үшін сен, көбірек ұйықтау үшін сен ата-анаңа не айтасың дейді. Should say, айтуың қажет дейді. You need more sleep. Үшінші тапсырма, must немесе must not. Бұл міндеттісің. You must see the sleep project
You must see the sleep project they uploaded on the school website. It's great. Мына жерде міндеттісін деген тұр. Must, must not, must. Бұларды аудару қажет пе? Мен сендерден сұрап тұрмын. Бұл арты аудару қажет пе? Should I translate all of these sentences? Или must I? Міндеттімін бе, иә? Must деген қаттырақ болады. Should деген біраз жұмсағырақ. Төртінші тапсырмада бұл жерде conversation'ды тыңдау керек. Listening менде болмағандықтан мен примерно жасап қойдым. Should немесе таңдайсың, екеуінің біреуін таңдау керек. Сонда таңдап қойдым. Should, must, shouldn't, must not, should, must, shouldn't. Бұл жерде не туралы айтылған? Are you coming out on Friday? Жұма күні сен маған келесің бе дейді. No, my parents have told me дейді. I should stay in this weekend. Жоқ, келе алмаймын. Менің ата-анам айтты. Осы демалыста үйде болуым қажет. I really must I really must study for the math exam. I can't fail another one. Мен шынымен де математика емтиханына дайындалуым міндеттімін. Мен одан құлап қалғым келмейді, төмен баға алғым келмейді дейді. Life isn't all about math. Өмірдің барлығы математика емес қой. You should hang out with your friends too дейді. Сен өзінің достарыңмен кездесуіне болады ғой дейді. Yes дейді, yeah, but I am really tired. Бірақ мен шынымен де шаршап тұрмын дейді. Well, you shouldn't go to bed so late. Сен төсекке жай жатпа. Yes, but what about the math exam? Бірақ та математика емтиханы не болды дейді. Your parents are right. Сенің ата-анаң дұрыс айтады. You mustn't fail the next math exam. Сен келесі математика емтиханын жіберіп алмауың қажет. Төмен баға алып қалмауың қажет. Mustn't деп тұр. Алып қалма деп тұр. Міндеттісің сен алмауға дейді. And you should relax before you go to bed. Сен төсекке ұйықтар алдында біраз демалып ал дейді. Should ақыл кеңес беріп тұр. Okay, I really mustn't get back to my book. I really must. Мына жерде 7. Must get back to my books. Мен шынымен де кітаптарымды алуым қажет. I should even be talking to you. Shouldn't, соңғысы. Мен сенімен сөйлеспеуім қажет дейді. Good night. Сау бол, қайырлы түн дейді. Сосын бесінші тапсырмада осы проблеманы шешу жолдарын айт дейді. Ақыл кеңес. Қандай ақыл кеңес бересің дейді. I want to get a dog, but my parents don't like the idea. Мен ит алғым келеді дейді. Бірақ та менің ата-анам оған қарсы дейді мен идеяма. What should I do? Мен не істесем болады дейді. 6-ші тапсырма. 6-шы тапсырмада осының жауабы. Енді бұған жауап жазып қойдым. You should take a dog for sometimes. Біраз уақыт аралығына сен ала тұр. Көпке емес. Then give it back to the owner. Одан кейін сол иттің owner деген хозяинына қайтадан бер. Maybe your parents would like a dog. Мүмкін сенің атанан ұнатып қалар. And give you their permission. Саған рұқсатын беруі мүмкін деп жаздым. Екінші проблема бұл жерде. I argued with my best friend. Мен өзімнің ең жақсы досыммен ұрсысып қалдым. And now she won't speak to me. Қазір ол менімен сөйлескісі келмейді. What should I do? Мен не істесем болады? You should apologize for your mistake. Сені қатең жайлы кешірім сұра одан. You should give him a small present. Оған кішкене сыйлық жаса деп ақыл кеңес жазып қойдым. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.